көрермендерім. Сіздермен бірге мен Ералым. В общем, кеше мына жақты шалып тастадық шөптерін. Енді сол шөпті мына жаққа алып келе жатырмын тауықтарға. Видеодан көрген боласыздар. Обложкасын не алып келдім, Ломон Браун тұқым тауықтарын алып келдім. Так, кстати, бүгін балалар күні. Менімен жасты YouTube көрермендерім болса, мейрамдарыңызбен. Так, мен қағашаны ұмытып кеттім, алып келейін. Так, сол в общем Ломон Браун тауықтарын алып келдім. Домашний Ломон Браун, балапан кезінен өсірген Ломон Браундар. Не, аша. Сол енді кеше қырған шөптен мұнларға берейін деп жатырмын. Жаңа түскі жемдерін сеуіп қойғам. Мен жеп жатыр түскі жемдерін. Қазір берем. Достарыммен сеуіп бердім. Балапандарыма 2 айлық, 1 айлық, в общем, жастары әр түрлі балапандар мен бәрі бірге жүр. Осыларға сеуіп бердім, міне шөп. Осыларға шөп сеуіп бердім. Потом мен осындай кормушка іліп қойғамыз. Ішіне финиш салып қойғам. Міне, в общем, ішіне финиш салып қойдым. Осындай ішіне финиш салып қойдым. Так, міне түскі жемдерін жеп, өздерімен жүр. Так, енді кеттік аналарға. Так, міне мен тауықтарым. Домашний условияда выращенный Ломон Браундар. Так, мына біреудің несі түсіп қойған енді. Орта жағы линка дейді ғой. Міне өздерінің әтеші. Бұл әтеш өзі ана әтешпен төбелесіп үлгерді. Оны YouTube'қа саған жоқпын. YouTube бан береді ондайға. Ане уже жұмыртқа алып келген. Бұларды кеше алып келдім. Кеше түсіре алмадым. Енді осы сіздерге сразу түсіріп аттырым. Осы бір-ақ күн болды. Шөп ұнатады екен. Сразу шөп беріп жүрмін. Кешеден бері, кешке жақын алып келеміз. Кешке жақынан бері уже шөп беріп жүрмін. Мынандай бір домашний алып келдім. Үй тауығым. Так, енді қазір берейін шөптерін. Қолмен бере берем. Өйстіп, короче. Өйстіп қолмен бере берем, міне. Жейт, міне. Олар өздері андай вольерде тұрған ғой, осындай. Ұзын неде тұрған. Шөп жеп үйренбеген. Соларға шөп беріп жатырмын, өйстіп. Сап-салып. Міне. Кетші, таптамаш. Аяғым таптап дейді, мына бірісі. Жындыма бәдеме. Так, бұларға сол бидай жүгері беріп жатырмын. Тамақ жақсы жейді екен. Міне әтеш. Сол. Енді видеолар шығады, стройка жайлы. Оның алдында түсіріп кеткен видеода көрген боласыздар. Тауық қора саламыз. Нете тауық қора анаққа салып жатырық қой, соны дұрыстап жасаймыз. Міне брамам. Әтешім. Так. Мазағы есік жалпы ыңғайлы негізі ше. Бірақ жел соқса ашылып кете ме, бірдемесі бар. Күршіктен ілініп кете ме. Міне таңертең кіргем. Мыналар бәрі мына жақта апыр-допыр бәрі өстіп жүр екен. Өстіп осы жақтан есіктен шығып кеткен ғой мына жақтан. Бәрі осы жақта жүр. Содан кейін есік қарасам асық. Мыналар уже төбелесіп үлгерген. Таңертең төбелескен бұрамы. Жаңағы Ломон Браун әтешімен төбелескен ғой. Сол. Енді Ломон Браунды түсірем сіздерге. Міне жұмыртқа әкеп тұр. Жұмыртқа басып тұр. Төбелескен әтештеріме. Енді әзер жүріп баған өзі. Енді стройкамен сіздерге видеолар шығады. Стройка жайлы. Тауық қора салу жайлы. Бірінші час, екінші час деп шығады. Тауықтары міне жақсы, нормально, күшті. Өздеріңіздің тауықтарыңыз қалай. Так. Енді дейтін, бұларда шөп дейтін жетеді.
Сол кеше қырған шөпті беріп жатырмын. Жейді, прям мыналар жақсы жейді шөпті енді. Бұлар дейтін күшті жейді шөпті. Шөп жеп үйренбеген ғой. Содан шөп жақсы жейді. Міне түсіре кетейін сіздерге, міне. Шөп дейтін ұнатады прям. Осы міне жұмыртқалар. Осы міне. Таңертеңнен 3-4 жұмыртқа әкеп қойыпты. Молодцы. Жарайсыңдар менің тауықтарым. Міне кішкентай балапандар мұнда жүр. Кстати, мына балапанда Ломон Браун, бірақ та атеш полубраун болғанда аяғына жүн өсіп кеткен. Атак мына балапан Ломон Браун осы. Так, содан кейін мына балапан тоже Ломон Браун. Олар Адлер, Кучинский, китайский шелковый, міне. Міне, ауырайын деп тұрма бірдемесі бар кішкене. Міне Адлер. Бұларға енді тоже берем шөп. Байқап тұрсыздар ма, мынандай 2 айлық балапандар ажырап қалды, мыналар. Осылар ажырап қалды. Неге десеңіздер, айттым ғой сіздерге төбелесетін балапандарды. Міне мынауды қазір шұқып жүр, мынандай кішкентай балапандар шұқитындарды. Мен мына жаққа ана бір жерге апарып қоям. Мына жерге апарып қоям. Всегда чтобы бір-бірін шұқып, мешать етпес үшін, бір-біріне кедергі жасамас үшін. Олар өздерімен өздері жүреді, аяқтағы балапандар. Сол енді жаңалық сол Ломон Браун алдым, енді бұйыртса жұмыртқасын жинап жатырмын. Енді бұйыртса жұмыртқасын жинап жатырмын. Инкубаторға салып шығарым енді. Салғанда есе видеоға түсірем. Сол шелегім қоқпайын. Сол инкубаторға салғанда сол сіздерге видео түсірем. Қазір жинап жатырмын. Кешеден жинап жатырмын уже. Кешеден бері 5 жұмыртқадай жинап қалды. Мына жақта ухейлуым бүгін 1 жұмыртқа алып келген. Мына жақта ухейлу 1 жұмыртқа алып келді. Оны жинап қойдым. Тоже салам скоро. Вот. Мына жақта да балапан неліктен азайып қалды десеңіздер. Мына жақта кішкене балапандар азайып қалды. Қазір мына жақта 50 бастай бар. Неге десеңіздер, 13 балапанды 26 ухейлудің жұмыртқасын айырбастап жібердім. Мынандай айырбастадым. Енді бұйыртса Алла бұйыртса енді балапандар шықса сіздерге түсірем соны обязательно. Вот. Жалпы бәрі жақсы бізде. Сол. Мыналар енді 4 айға толғанда ясна болады, қайсы атеш, қайсы тауық. Вот. Сол түскі жемдерін сеуіп, жемдерін аналардың сеуіп. Сол жаңалық дейтін. Өздеріңіздің құстарыңыз қалай? Комментке жазып кетсеңіздер болады. Менікі бәрі жақсы, міне көріп тұрғандарыңыздай. Міне. Сол енді достар, енді стройка дегенде, міне осы жақты енді үштіп бастағанбыз енді. Мына сет нелермен үштіп афиттап, үштіп нетіп, короче. Енді мына аяқты сөйтіп жасаймыз енді. Өйткені білесіздер мен қанша рет ит жеп кетті. Балапандарымды қанша 2-3 рет ит жеді. 2 рет дегенде 2 рет ит жеп кетті. 60 шақты балапан жеді ит. Общий санағанда. Еще причем тұқымды, мраморный кохенхин болған, домашний болған, Адлер болған, Кучин болған, Брама, кохенхин черный болған. Балапандардың бәрін ит жеді. Осы енді өзіміздің қателік болды бір жағынан да. Тауық қораны бітірмей, дұрыс жасамай, аяғына дейін бітпей. Енді осы сіздерге оның алдындағы видеода көрсеттім. Мынандай листтар алып келдік. Осы листтар әкем жұмысынан енді сатып алдық. Короче, алдық. Енді өзіміз пасвойский алдық. Советский листтар, по идее, прям мықты металл. Өзімізді көрген шығарсыздар. Мына аяқтың бәрін сол аяқпен салдық. Осы шифремен салғанбыз. Ұшақ дұрыстап салып, мына аяқты көтеріп, мына аяқтан былайынан шифр кетеді. Үштіп мына аяқтан наклонмен. Потом ана жақ Ломон Браундар тұрған үстін тоже шифрлаймыз. Енді бұйыртса сол енді
алдыңғы видеолар сол стройка жайлы болады енді. Бағана мына жақтан рейкаларды шегеден тазартып, қазір көрсетейін. Так. Міне, в общем, рейкаларды шегелерден тазартып, бағана жаңбыр жауған, содан су қалды кішкене. Рейкалар шегелерден тазартып, мына жақта тұрған рейкаларды неге көмір қораға кіргізіп қойдым, су қалмасын деп. Материал ғой тоже. Көрсетемін сіздерге. Көмір қора. Міне, рейкаларды осына кіргізіп қойдым өйстіп. Су қалмасын деп. Мына жақта итті Анжол алып кетті. Итті атып алып кетті. Ит атқыштарға звондадық, итті атып алып кетті, короче. Енді стройка жайлы болады видеолар. Жарайды, сау болыңыздар.